Курортны унутмақ керек олажақ. Қырым ялыларны бұйық ықтимал Украина десанты беклей. Шымали ве ғарби ялыларны қөветлештірмеге девам етелер. Ижғачы акимет есе курорт сезоныны лягу етті. Қара деңіз кенарында ерлешкен Яңы Шоли, Сах районы ялылары ве Доңызлав көлі ялылары ювынмақ ве ялдамақ үшін қапалы. Бұ ве дегер ялыларда рус аскерлері ерлі сакенлерінен бірабер километрлер ұзынлығында чуқурлар қазды. Атеш позицияларына құрды ве аждырхат ішлеріні ерлештірді. Корынышке көре ижғалжылер әр тарафтан ұжымлардан қорқа, чүнкі қөветлештіру системлеріні садыже Шымали ве ғарби тарафта дегелде Керич истиқаметлерінде де инша етелер. Яны рус канун лейхасы Қырым сакинлерінің ордуға қошылмақ үшін рет мектеплеріні имкансызлаштыра. Бойле фікірнен Қырым сос тешкілятының тақиқатчысы Евгений Ярошенко пайлаштым. Малым олғаны үзре, арби хизметте бұлынмаға керек олғанлар үшін яңыланған рус құралларына көре желпнаме әм электрон әмде мектеп шекілінде берілежек. Бұ Қырымда бұлынған семеттешлеріміз үшін де кечерледір. Чүнке Русия бұ құралларыны қанунсызжа ижғал етілген топрақларға да кеңішлетем. Таким чином, російська влада посилює контроль над населенням призовного віку у РФ та на окупованих територіях, практично позбавляючи його можливості відмовитися від служби в лавах російської армії. Украина баш штабында білдіргенлеріне көре шымды ән ағыр чатышмалар Маринкада юз бере. Әнді бір елдан берле рус ижғалжылары Донецк жыварында ерлешкен шеріні ернен беретелер. Бахмут савынычылары да атеші чатышмаларына девам ете. Эвелде олғаны кебі эсас көреш мейданы шерінің мерkezіdir. Анда рус құветлері бұйы ғайыплар бере. Украина баш штабы қайт еткеніне көре руслар бошалған сыраларны яны аскерлерінен толдыра. Паралы аскерлер етішмегені үшін жебеге махкумларны гастарбайтерлерні йоллайлар. З цією ж метою запропоновано залучати іноземних громадян, таджиків, узбеків та представників інших національностей, які підлягають видворенню з Російської Федерації та ще чекають на депортацію. Особливо тих, хто має родини на території Росії. Крім того, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України триває активне формування альтернативних приватних військових компаній «Вагнер». Русия Қырымда ғайыплар себебінен нафтогазға 5 миллиард доллар борчлы. Сөз 2014 сенесі рус ижғажылері запт еткен мал мүлкақта кетем. Бұқыбы қарарны Гаагада бұлынған Третейск махкемесі даими палатасының арбитраж махкемесі қабыл еттім. Анда білдіргенлеріне көре зарар боржы адалетлі олмалы. Бүтін бұл мүддет девамында есе Русия эп ялан айтты. Нафтогазда білдіргенлеріне көре арбитраж трибуналының қарарны мечбүри шекілде еріне кетірмеге мүмкін. Украина тесісі махкеменің қарарыны еріне кетірмек үшін башқа өлкелерде болынған рус малларыны чекіп ала білем. Да башқа бір еліні кешкенсіне Украина силялы көветлері көстерді. О вақыт Украина ордысы руслар тарафындан қырсызланған Черномор нефтегаз елларыны рокетлерінен ғайып етті. Брюссельде қысмей біле олса рус ижғаліне қаршылық мұхитіне далмақ мүмкін. Авропа бірлігі пайтақтының қалбінде ижғал етілген топрақларда украинлелерінің қаршылығына бағышланған серги açılды. Мында Херсондан кетірілген ижғалжылар топлашқан түккан янындаки қора бар. Бұнен бері 6 гизли икее. Бірісі ижғал етілген Қырымдан Ожаға айыттыр. Айры бір дувар сары шерит әрекетіне қошылып сербеслігінден марум бұрақылған инсанларға бағышланған. Відразу люди проходять біля українського хабу і бачать жовту стрічку, бачать символ українського спротиву проти російської агресії. Интерактив көзчіктен файлерінің Қырым бұл Украина граффитисіні чізгенні көрмек мүмкін. Виртуаль дүния көзліклеріні кейіп ісе рус дүниясы яқып еққан жерлерінің соқақлары бойы жүрмеге мүмкін. За допомогою такої технології можна створити емпатичний зв'язок, дійсно відчути емоції, побувати там, відчути, що це частина Європи, я там був, я це бачив, і мені за це болить. Жесүр инсанларның икейлеріне тоқынмақ үшін дипломатлар ве Авропа парламент векілері де келіп чықтылар. Желтая повестка, и это намного сильнее, чем Калашников, потому что это наносит удар по морали оккупантов. И мы здесь уже на
мирной стороне Европы, мы должны тоже делать свое. То есть это не только задача украинцев, это общая задача, поэтому я и призывал всех в социальных сетях другими путями помогать, сколько мы можем. Күн-күнден Сары Шерет әрекеті қоветлеше веяны фаалерны желпете. Тек Қырымда юзлер жиынсан күн сербеслігіні риске атып плакатлар, кағытлар дағыта. Көрімлі ерлерде Сары Шерет ве граффитилерні қалдыралар. Қаршылық рус ишғалжилерінің мотивационны боза. Бұл исе заферны яқынлаштыра. Ама кенеде семедешлерімізні диққатлы олмаға чағырамыз.